Дони, мен сені түсінбедім. Сонда сен какой-то бір терпилан сөзін сөйлеп келіп тұрсың ба маған? Қайдақ терпила? Мен әлсіздің сөзін сөйлеп келіп тұрмын. Әлсіз? Дони, мен сен бұлай төмендеп кетеді деп ойламаппын. Мен сен сияқты әлсіздердің қалтасына қол салмаймын. Неше түрлі қалың қалталар бар. Әлде оларға шамаң жетпей ма? Сенің батырлығың әлсіздермен өлшене ме сонда? Әңгіменің қысқасы осы аптада қойылатын болсын. Түсінбедім, қалай осы аптада? Короче, әңгіме бітті. Қалай бітті? Жақындамаңдар! Кетіңдер! Бітті деген соң бітті. Түсіндің ба? Я, түсіндім. Тұраңдар! Сендерге айттым. Жоғал! Сен маған айтып жатсың ба? Я Ұлан аға, осы үйден бастаймыз ғой бірінші. Вот. Дос балаға. Ау, мына үйден бастайды екенбіз. Жарайды. Тізімдегі осы үй ма? Осы үй шығар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Ақбаева Гүлбаршын сіз ба? Иә, мен. Біз қайырымдылық қорынан келіп тұрмыз. Не үшін? Сіздің отбасыңызға көмек ретінде мұна азық-түліктерді әкелдік. Мұнаның бәрі тегін бе? Иә, тегін ғой. Бірнеше кәсіпкерлер жиналып, өзіміз осылай мұқтаж жандарға таратамыз. Үйге кірсеңіздер, шай қояйын. Көңіліңізге рахмет. Әлі басқа баратын жерлеріміз бар. Кәне жігіттер, кіргізіп жіберіңдер. Міне мұнда. Осы жерге ма? Бақош, Ау, сен осында күт. болды. Біреулер келсе хабар бересің. Хорошо. Тазлап әдемлеп, Жаным апау, бағана не айттым сізге? Сыпырмай-ақ қойыңыз, тым болмаса бүгін отырып демалыңыздыршы. Рахмет айналайын. Иә. Сосын ертең айлық түскен кезде бір күндік айлығыңызды маған аударып жіберсеңіз болды ғой. Әзіл. Ойнап жатыр. Жарайды. Дони, сен оны маған какой-то қыз үшін әңгіме айтып тұрсың ба? Біле білсең, ол какой-то қыз емес. Короче, мен ол қыздан кешірім сұрамаймын. Жарайды. Ренжіме. Сүмелек, бауырымның қарындасы менің де қарындасым болады. Түсіндің бе? Түсіндім. Біз үшін оның ары қымбат. Кім ел ақтырған? Мен. Не болды? Проблема керек па не? Проблема маған емес. Саған керек сияқты ғой. Түсінбедім. Бауырым, бағанадан бері байқап тұрмын. Мұсырың бәрін шашып отырсың.
Әлде жалдап қойған малайың бар ма еді? Иә, балайың бар ма еді жалдақ болған? Не болды? Какой-то мусорға еңмейді. Бауырым, бұл миллион тұрғыны бар қала. Егерде әр адам сен сияқты мусорын лақтыра берсе, не болады мына қаламыз? Не, жабылмақсыңдар ма не? Кәз, о жердесіңдер ғой, а? Иә, өшірдіміз. Болды, кәз көреміз. Жігіттер, жұмыстарыңа кірісе беріңдер. Жабылып болу керек еді ғанан. Жабылған несі? Алло, Еркош? Ау? Чо там, не қылыңдар? Сындырып атыр анам. Босыңдарына сыртқа шықсаңдаршы. Жай ма? Мына жаққа мәйде-шейде қошқалар келген екен. Мүйізден қағып алайық. Хорошо, давай. Бақош, не болды? Мыналар жабылмақшы. Қайсысы? Анау пончигі. Айған мына жақсы тұрсыңдар ғой, Иә, иә. Ел неақ. Пончик! Бергеше. Мен ба? Я, сен. Тартылш бері қарай. Барлық мусордың бәрін жинап ала берейік. Сосын аяқ апарамыз ба? Иә, иә. Өзің тартылшы бері қарай. Слышно? Сен де ұсташы мынаны. О, балай. Жабылу болмасын, бірдіндек беңдер, паразым. Ит шығыс деген әңгіме болмасын сосын. Түсіндіңдер ма? Не істейсің? Пончик! Пончик! Мынаның бәрін салып тастайық, Айнұр. Тартылсай бер. Мен ба? Я, сен? Айған. Мынаны ұсташы. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Кім главный бұл жерде? Дос бол аға. Шақыршы сөйлесейік. Дос бол аға. Жігіттер дос бол ағаны шақырыңдаршы. Короче. Тағы тастайма. Не істейсің? Өзім аласылам, братан. Дос болаға. Не болды? Дос болаға ұланға біреулер тесіп жатыр. Кім? Білмеймін, кім екен. Қайсы ол? Басқаша сөйлесу керек па, Жоқ, братан. Не болды, жігіттер? Тыныштық па, жігіттер? Жоқ, басқаша сөйлесу керек бізде, оны айтып. Жібере. Қалай жібер? Не болды? Қалай не болды? Не керек өздерге? Короче, әңгіме көбейтпейді сен. Досик? Сен ба? О, Дони? Группалас. Қалай жағдай? Не істеп жүрсің мұнда? Не істеп жүргенде? Мынау бауырым болады. Сенің балдарың ба мынау? Иә. Балдарың бауырыма жабылып кеткен ба? Жоға, Дони. Ешкім жабылған жоқ. Енді? Тек бауырың өзі дұрыс істемеді. Содан өзім сөйлестім. Солай ма, бауырым? Түсінікті. Бақош, өзіміздің бауыр. Бара беріңдер. Жарайды, жігіттер, қыздар, жұмыстарыңа кірісе беріңдер. Иә. Чо там? Не істеп жүрсіңдер? Сол, мынау, ауланың мусорларын тазалап жатырмыз. Сен осында өп кеттің ба не? Қандай болып кетіппін? Сен бір фирманың басшысы едің ғой. Иә. Или банкрот болдың? Жоғый, бәрі дұрыс. Енді? Сол, бүгін тазалық күні болған соң, қаламыздың тазалығына қолдан келгенше ат салысып жатырмыз. Түсінбедім, короче. Не ол? Тендер ма? Жоғый, қайдағы тендер? Волонтерлармыз. Не ол волонтер деген? Еріктілерді? Дым түсінбедім, короче. Пайда қалай, нормально ма? Пайданың көкесі осында ғой. Қойшы. Иә. Базар жоқ. Иә. Өзің немен айналысып жатырсың? Немен айналысқанда сол. Қалада ар-бері. Біраз боласыңдар ма мұнда? Иә. 1-2 сағат боламыз әлі. Жарайды. Если что, проблема болып жатса в любой время. Жақсы. Жақсы. Чо там, Дони? Кеттік жүріңдер.
Қыздар, жігіттер, шаршамаймыз. Бүгінгі түскі ас менен. О. Досбол аға, сіздің негіз танымайтын адамыңыз жоқ екен ғой, Группаласым ғой. Досбол аға, Ау, сіз негіз қолыңыз ашық, жомарт жан екеніңізді білесіз ба? не болды? Ұлан, бүгін тағы да машина керек болды ма? Анау, бір қызға кешке қыдыртамын деп уәде беріп қойдым, Досбол аға. Жарайды. Тек правиланы бұзбасаң бол. Болды, бұзбаймын ғой. Қайыр қылсаң бүтін қыл дейді. Бензинге ақша бермейсіз ба? Бензинге? Ойлап айтам. Өзім құям, өзімде бар. 3 түнге жететін жер. Күлкі басқа дейін барып келем ғой. Алло, Бәке. Не болды, ұзақ ойландың ғой? Ұзақ ойландың ғой деймін. Жоқ, безукта қалып кетті. Сұрақ жақында бадыр. Білем ғой, Бәке, білем. Ашуландырмасай мені. Білесің ғой мені. Болды, Бәке. Уақыт-уақытымен ғой. Не істеймін, Досым, пайданың көкесі осында ғой. Қалай? Тойдыңдар ма? Иә. Тойды. Тоймай қалған сияқтысыңдар сендер негіз. Жоқ, Түрлерін айтып. бәрі дұрыс. Ұлан, әлде тағы да алдырайын ба? Маған сәл жетпей қалған сияқты ма? Досбол аға. Тони досым, қош келдің. Астарың дәмді болсын. Келіңдер. Ал, төрлетіңдер кән. Рахмет. Әңгіме бар. Бағана біздің баладан кішкене түсінбеушілік кетті. Соған біздің атымыздан Бақош. Несіне өре болдыңыздар? Біреуін әпе жіберші маған. Рахмет. Сәл жетпей ғаны бар еді маған. Ал, құрметті еріктілер, танысып қойыңдар. Менің группаласым, есімі Данияр. Қасымдағы бауырым есімім Бахош. Сакош дейді? Бахош. Бақош. Бақош. Ал, Бақош төрлет онда. Ұлан, Бақош, братан, келсеңші, төрлетсеңші. Келіңіз, Ой, келіңіз, братан, отырыңыз. қойыңызшы, келіңізші. Бәрін ұмытайықшы болды. Төрлетіңіз, бере бас. Сәл арылсайшы. Отсаңшы. Не деген дастархан дейін де? Осы дастархан пайдаланып, өзім туған күн жасап, сендерден тоянаға 10 теңгеден жинап алайын ба? Дұрыс қой, мен ерекіспеген мынандай дастархан болмас еді ғой. тыныштық па досым? Тыныштық болғанда қалай өз? Мұндай жұмыс жасап жатқандарыңа біраз болды ма? Жалпы, қол босаса осылай, елге қызмет жасаймыз. Сендерде айлық па или доля ма? Қандай доля? Енді ақшаны қалай аласыңдар дегенім ғой. Сен мен дұрыс түсінбегесін ау деймін досым. Біздер волонтерларымыз ғой. Өз еркімізбен келген. Енді? Бізге ешкім ештеңе төлемейді. Сен бағана пайда көп деген еді ғой. Енді пайда болғанда үлкен кісілердің батасын, елдің алғысын аламыз. Одан асқан пайда бар ма, бауырым? Мынаның бәрі тегін істеп жүрме сонда? Иә. Біздер еріктілеріміз ғой. Өз еркімізбен келген. Сендер ерікті емес. Еріккендер сияқтысыңдар ғой. Арқаларыңа еріккендер деп жазыртып алсаңдаршы. Қой, олай айтпа досым. Онда ерігіп жүрген ешкім жоқ. Әрқайсының жүрегі елім жерім деп соғатын қыздар мен жігіттер. Сендердің осылай тегін жұмыс істеп жүргендеріңді кім түсініп жатыр? Дони, Не? егер әрқайсымыз өз пайдамызды ойлап, тек пайда үшін ғана жұмыс істейтін болсақ, жер бетінде мейірім жоғалып кетпей ме?
Сендердің бір мусор тазалағандарыңнан бүкіл адамның мейірім оянып кетпейтін шығар енді. Бауырым, әр адам дәл сен сияқты ойласа не болады? Егер волонтерлардың шынымен немен айналысатынын білгің келсе, ең болмаса бір күн қасымызда жүрші. Енді қалғаны мусор тазалауым қалып еді. Егер волонтерлар тек мусор тазалайды деп ойласаң, қателесесің. Енді не істейсіңдер? Мұқтаж жандарға қол ұшын береміз. Онда, короче, бізді де волонтер десе болады екен ғой. Қалай? Кейде бізде мұқтаж жандардың сөзін сөйлеп, тірлігін шешіп жүреміз. Досым, сен ондай тірлікті шешкеніңмен, біз сияқты кез келген жанға көмектесуге шыдамың жетпейді. Досик, адамның істегенін адам істейді. Онда бір күн қасымызда жүре аласың ба? Келістік. Жүрсесің де бақұш. Брат, bizde bir семейный проблемалар болып жатыр еді. Соны шешуім керек. Бопты, хабардамыз. Хорошо, давай. Қалың қалай досым? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Ассалаумағалейкум, братан. Уалейкум салам. Ал, құрметті еріктілер, бүгіннен бастап Дони біздің қатарымызда. Не істейміз? Бастаймыз? Кеттік па? Жүр. Жалпы Дони, бұл жақта тұратындардың көбісі қарапайым отбасылар. О, Бақош! Салам алейкум. Уалейкум салам. Кел. Пас. Ойнайсың ба? Тарат. Бүгінден тігесің. Сәлеметсіз бе? Байдуллаева Қаламқас апай, сіз ба? Иә. Қане жігіттер, мұнда қойыңдар. Мына тізімдегі кетті. Мында қояйық. Мына тізімдегі отбасылар қайда тұрады? Біреу келесі көшеде, біреу жоғарыда тұрады ғой деймін. Осақ па? Біреу жоғарыда тұрады ма екен? Әкелгесін қомақтылау қып әкемейсіңдер ма? Итке сүйек тастағандай қылмай. Әпшені продуктілердің жанына айна қойсаңыз, екесі болып көрінеді негізі. Осы жұрттың жинап бергенінің жартысын алып қалғанды қашан қоясыңдар, а? Апай, кешірім өтінем. Біз өз қаражатымызға қолдан келгенше көмек ретінде әкеліп отырмыз. Қойш, бәрің осылай айтасыңдар. Өткенде ана Мағрипаның үйіне үйіп төгіп әкеліпсіңдер, көрдік көзімізбен. Тура солай алып келсеңдер болады ғой. Қайсымыздың аузымыздан тауып аламыз деп әкелдіңдер. Апай, енді ол апайдың күйеуінің жағдайын білесіз ғой. Оның үстіне бала шағасы да көп. Қайтын көп болса? Еще оның күйеуі пенсия алады. Менің байым жоқ, үйім жоқ, жұмысым жоқ. Отырмын мына 3 баламен. Не бар екен? Шоколад бар ма екен? Әпшені балдар, сіздің бала шағыңыз бар? Картошка мен пияз ғой. Бір-біріне бар, әпше ұқсамайды ғой олар, түрлері әртүрлі. Жұмысың қанша сенің, а? Барыңдар ше, нервіңді ойнатпай. Бол! Жарайды апай, біз онда жүре берейік. Енді қашан келесіңдер? Мүмкіндігінше жиі келуге тырысамыз. Жоқ бұл көтпей кеп тұрыңдар енді. Дони, бәрі дұрыс па? Досбол безобид. Короче, мен сендердің мына волонтер дегендерін түсіне алмай тұрмын. Тыныштық па? Не болды? Қане сендердің?
халықтың алғысын аламыз дегендерің. Сенің айтқан халықтың алғысы осы ма? Енді бес саусақ бірде емес, бауырым. Мына қатын сендерді жақсылық жасады деп тұрған жоқ қой. Керісінше, дұшпанын қарсы алып, жауын шығарып салғандай болып тұр. Еще байым жоқты барзанып қояды. Бұндай қатынның қасында 5 минутте тұра алмаймын. Мейлі. Біреу түсінбесе, біреу түсінер. Мәселе ода емес. Досбол. Короче, мен сендерді түсіне алмадым. Бауырым, мен сені жақсы түсінем. Бірақ айта бергеннен ештеңе шықпайды. Одан да іс-әрекетпен көрсетейік. Жүр, келесі үйге барайық. Досбол. Иә? Короче, мен осы жерден қайтайын. Мен мынандайлардың сөзін көтере алмайым. Бекерге ашулансам, білесің ғой? Бауырым, мұндай іс жүректі жібітеді. Жүр, келесі үйге барайық. Досик, айттым ғой саған бармайым деп. Бармайым дедім ба, бармайым. Бұндай жағдай болады деп кім ойлаған? Ойда жоқта үйіміз өртеніп кетті. Сөйтіп 5 бала шағаммен далада қалдым. Енді міне, осы үйде өмір сүріп жатырмыз. Сіздерге көп рахмет. Елеп ескеріп келгендеріңізге. Әйтпесе бар ғой, кейде мына ішімдегіні айтатын адам таппай қалам. Әпке, енді мұңаймаңыз. Ендігі жерде тек қуанышқа келейік. Иә. Ойбай, мен тұратыңдар, мен шай қойып жіберейін. Қазір шай қойып жіберейін, қазір. Шайыңызға рахмет. Әлі баратын жерлеріміз көп. Әуре болмаңыз. Тым болмағанда нанау істеңдер. Қазір алып шығам. Ең болмағанда нанау істеңіздер. Мінекей, міне. Нанау істеңіздер. Алыңыз. Сіздерден бір өтінішім болып тұр. Иә, қандай өтініш? Бізге бар ғой. Мынау макарон мен мына картошка де жетеді. Мына қалғандарын көршімнің үйіне апарып берейікші. Не үшін? Енді бар ғой, олардың жағдайы біздікінен де төмен. Оларға да бірдеме болсыншы. Әпке. Иә? Сіз олай уайымдамаңыз. Ол кісілерге бөлек береміз. Жоқ, мен мына өзімдікінен бөліп берейінші. Міне мынау пістем айда апарып берейік. Жүріңіз. Жақын жерде. Жүріңіз. Оларға да бірдеме болсын. Жүріңіз. Жәмила апаменен барамыз. Жүріңіз. Жақындап қалдық қазір. Жәмила апа, есікті ашыңыз. Мен ғой, ашыңыз есікті. Жәмила апа, мұнда көмектесеміз дейді. Азық-түлік алып келді. Қазір. Жәмила апа, ашыңыз есікті. Досик, қарттар үйі ма мынау? Иә. Мұнда не үшін келдік? Жүрсей көресің. Жүр. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған Рахмет, қарақтарым, рахмет. Ата, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын! Сыйлықтарына көп рахмет. Енді кез келген туған күн сыйлықсыз болмайды. Менің өзімнің жеке атымнан сізге сыйлық. Вдринг! Мынау мұрынға жағатын мазь ата.
осыны мұрныңыздағы жараға жақсаңыз, тез жазылады да сөйтіп спокойно ұстап ойнай беретін боламыз. Рахмет, қарағым. Ал, ата. Мына бүгінгі 75 жас туған күніңіз құтты болсын. Данияр аға, денсаулығыңыз сізде мықты ыстық болсын. ықыласыңыз білдірсеңізші. Әрқашан Ішке кірсеңізші. ортамызда осылай жүзіңізден күлкі кетпей жүре беріңіз. Рахмет, қарағым, рахмет. Енді бүгін сіздің туғаныңыз Сәрсен ата. болғандықтан барлығымыз Сәрсен ата, бұл сіздің Данияр деген балаңыз болады. Бүгінгі туған күніңізге арнап ыстық ықыласын білдірмекші. Қабыл алыңыз. Ата, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Жасаңыз. Әрқашан осында 100-ге дейін күлімдеп жүре беріңіз. Қайдағы жүржас. Балам-ау, бұның алғыс па, жоқ әлде қарғыс па? Ал, Сәрсен ата. Мынау бүгінгі біздің Қолыңызды әкеліңіз. осы тұрған баршамыздың сыйлығымыз. Қабыл алыңыз. Қане? Қартайғанда бұл сағатты қайтем. Мына сағатты алған себебіміз, сіздерге қарайтын Гүл апай бар ғой, соның айтуы бойынша үнемі тамақтан кешігіп жүреді екенсіз ғой, сол уақытқа қарап кешікпей жүрсін деген ниетпен алдық. Иә. Жарасты ғой, Иә, жарасты. Рахмет. Не де болса, рахмет сендерге қарақтарым. Өз баламнан көрмеген құрметті мына сендерден көріп жатырмын. Ата. Олай айтпасаңшы, ата. Осы тұрған бәрімізде сіздің балаңызбыз. Иә, ата. Біз де сіздің немереңізбіз ғой. Біз бармыз ғой. Рахмет. Мен сіздің шөбереңізбін. Рахмет. Суретке түсейік те естелік Суретке түсейік онда. Иә. Кән, міне. Түсір. Келіңіз, ата. Алында біз бірінші түсейік. Мен де төбірім. Ата. Басын. 1, 2, 3. Күлеміз. 1, 2, 3. Дони? Ана кісіні танисың ба? Қатты қарадың ғой. Бір кісіге ұқсаттым. Мына жерде жатқандардың бәрі қазақтың қариялары екен ғой. Қайтесің енді. Баяғыда бәрі басқа ұлттар болатын еді. Қазір осылай болып тұр. Бұл жерге жиі келіп тұрасыңдар ма? Мүмкіндігінше жиі келуге тырысамыз. Түсінесің ғой. Бұлардың көңілдері жарым. Өмірден күдер үзген жандар. Өмірлерінің бейнетін алып, зейнетін көремін деп жатқанда, балалар әкеліп тастады мына жерге. Менде бәрінің туған күн тізімдері бар. Әйтеуір аз да болса да, үміт сәулесін оятып, мүмкіндігінше қуантуға тырысамыз.
Еркөш, адамды мұңайта бермей бір көңілдірік музыка қойшы. Қандай музыка қой? Анау бар ғой? Енді істейміз деген бар ғой? Соны қойсы. О, брат, қаз. О, Долли братан келді ғой? Салам алейкум, брат. Родной. Братан, дұрыс па бәрі? Жібер, брат. Тыныштықта, братан. Сүмелек, шық сыртқа. Шәлтірек. Тыныш па? Бақош, не болды өзі? Білмеймін. Короче, непонятка. Тұр. Дони, түсіндірші. Не за что ұрғаның қалай? Сен не мутет жүрсің өзі? Не мутет етпін? Қандай семейный проблеманы шешіп жүрсің? Братан, Кабаның саған не айтып жүргені білмеймін. Бірақ мен сен үшін любой жерде тұрам. Сен мен үшін емес. Бірінші анаң үшін тұршы. Түсінбедім, братан. Ана үшін тұра алмаған Бақош. Мен үшін қалай тұрады? Мен сен анаңды сұрағанда үйде саған сәлем айтып жатыр дегеннің бәрі өтірік па сонда? Көзіме қарай. Братан. Қандай братан саған? Братан түгілі бір анаңды сыйлай алмай жүрсің. Дони, бұл ұзақ әңгіме. Ал мен асығыс емеспін. Балам, не издеваться? Жай, мам. Мама, ақша беріңізші маған. Ойбай-ау, кеше ғана соңғы ақшамды бердім ғой. Не болды, тыныштық па? Сол тыныш болмай тұр. Мам, алтындарыңызды беріңізші. Ойбай, балам, не үшін? Мам, оны кейін айтып түсіндірем. Бір жерден бір жақсы көш түсей деп тұр. Мен сізге бұдан да зорын әперем. Сізден басқа амалым болмай тұр. Көмектесіңізші, мам, өтінем. Енді жарайды. Анашым. Мам, сіз бар ғой. Сіз золотойсыз ғой, мам. Бүгін менің күнім. Асықпа. Кім керек? Күләш Әбенова деген сіз ба? Мен. Менің есімім Ғани болады. Тыныштық па? Таныштық болғанда бүгіннен бастап мына үйдің иесі мен болам. Сен не деп тұрсың? Егер сенбесеңіз, міне құжат. Сен қателесіп тұрсың, бұл үй сатылмайды. Егер күмәніңіз болса, балаңызға хабарласыңыз. Алло? Алло, балам. Мына жерде біреулер келіп, үй менікі деп қорқытып жатыр ғой. Мама, мен сізге кейін бәрін түсіндіретін болам. Нені түсіндіресің? Мама, мен сізге әзірге уақытша тұратын квартира жалдап қойғам. Сонда тұра тұрсаңыз. Балам-ау,
Бұл сенің әкеңнің көзі ғой, балам. Анашым, жағдай солай болып тұр. Кейін бәрін қайтадан қайтарып алуға уәде берем. Маған сеніңші, анашым. Күләш апай, жүріңіз енді бөлмеңізді көрсетейін. Күләш апай. Басқа барар жеріміз болмаған соң, осылай істеуге тура келді. Машинаның кілтін бер. Әкел дедім саған. Екінші көзіме көрінуші болма. Малғұн. Міне, мынау асыл компаниясының хаты. Жақсы. Алло? Ассалаумағалейкум, дочка. Уағалейкум ассалам. Кел, бауырым. Мүмкіндік болса жолға аламыз ба? Тыныштық па? Әңгіме бар. Жағдай осылай. Айтып отырғаның өткендегі апай ғой. Иә. Кім болады саған? Мені білесің. Бала кезден жетім өстім. О, Бахош, жаңа велосипед сатып алғансың ба? Я. Кім әперді? Мамам. 5 бір айдап көрейін. Болмайды, бұзып қоясың. Бахош, бұзбаймын. Бір айдап көрейінші, өтініш. Болмайды, бұзып қоясың. Бұзбаймын ғой, Бахош. Өмірін еткен қаталай. Ерсінжан, саған бір өтінішім бар еді. Ой, әпке, сіздің де бір өтінішіңіз бітпей қойды ғой. Дұрысынан түсінші енді. Маған тағы да бір велосипедіңді қарызға бере тұрасың ба? Ой, алдымен ана белектің ақшасынан құтылсаңызшы. Құтылам ғой. Кейін бөліп те берермін болмаса. Тыныштық па? Кеше ғана жаңасын алған едіңіз ғой. Әлде ана бұзық балаңыз сындырып қойды ма? Жоқ, сындырған жоқ. Анау көршідегі Даниярға перенш дегенім. Жай ма оған? Енді өзің білесің ғой. Жетім бала, нағашының жағдайы анау. Әперетін ешкімі жоқ. Соған әперенш дегенім. Өзіңіздің де жағдайыңыз мәз емес қой, әпке. Ана менің баламның велосипедін көріп, соған жәутеңдеп жүр. Жарайды, алыңыз. Кейін өкініп жүрмеңіз бірақ. Жоқ, алайын ба? Алыңыз. Осыны ала берейін ба? Алыңыз, алыңыз. Рахмет. Міне осылай. Мені өз баласындай көріп, көмегін аямаған. Ол кісіге
Мен қарыздармын, білесің бе? Өткенде көргенімде қасына жақындай алмадым. Мен анамнан бала кезден айырылып, жақсылық жасай алмадым деп өкініп жүрсем, айналамдағылар бар анасын жоқ қылып жүр. Аты жөні кім? Аты Күләш. Фамилиясы есімде жоқ. Алло? Алло? Роза апай, қалайсыз? Жақсымын, Досболжан. Сізге бір бұйымтаймен хабарласып тұр едім. Ой, бұйымтай несі тағы? Сенде жігіттің бұйрығын орындауым керек қой, айнал. Рахмет әпке, құрметіңізге. Кел, Досболжан. Роза апай, сіздерде Күләш деген апай бар ма? Күләш. Абенова ма? Фамилиясын білмеймін. Иә. Күләш Абенова. 47-ші бөлмеде тұрады. Оның туған күні Біраз уақыт бар ғой. Жоқ. Туған күн мәселесі емес. Енді? Ол апайдың сіздерде жатқанына біраз болды ма? 2 жылдан асып барады. Әйтеуір бір баласы бар. Пенсия алған сайын кеп тұрады. Соңғы айда оны көрмедім. Түсінікті. Айтқандай Досболжан? Иә? Ол апайымыздың бүгін давлениесі көтеріліп, ауруханаға түсті. Саламатсыздар? Саламатсыз ба? Дәрігер, апаның жағдайы қалай? Апаның жағдайы әзірше бір қалыпта. Сіздер кімі боласыздар? Аға, досымыздың анасы еді. Түсінікті. Білесіздер ма, апа осы айда осымен 3-ші мәрте түсті. Бұлай жалғаса беретін болса, арты инсультқа апарады. Ары қарай білесіздер. Сондықтан тез арада ем қабылдау керек. Онда қандай дәрілер керек? Жазып берсеңші. Жүріңіз. Сен осында бола бер, жарай ма? Жақсы. Апа, қалайсыз? Мені танып тұрсыз ба? Бақош. Бір деңгеге ұрынып қалды ма? Жоқ, апа. Ойымдамаңызшы, апа. Балаңыздың жағдайы жақсы. Онда неге өзі келмеді? Апа, Бақош қазір вахтада жұмыс істеп жүр. Айлығы да жақсы. Уайымдай бермеңізші, апа. Бақоштың қарны тоқ па? Қайда тұрып жатыр? Сол жерде балаларымен бірге тұрып жатыр. Қарны да тоқ. Айналайын, Дөнижан. Бақош менің жалғызым ғой. Әкесінің аманаты. Жұмысқа тұрғаны жақсы болған екен. Иә. Мынау менің пенсиям. Бақошқа апарып берші. Керегіне жұмсасын, жарай ма? Жоқ, апа. Бақош қазір жақсы ақша тауып жатыр. Керісінше, сізге сыйлық жасамақшы. Мына пенсияңызды өзіңіздің керегіңізге жаратыңыз.
Уайымдай бермеңізші апа. Бәрі жақсы болады. Бақош, енді өзің түсінесің ғой, жағдай осылай болып тұр. Иә, түсінемін ғой, брат. Қазір енді болмай тұр, болса өзің хабар тез беріп қой, өзіне жан-жаққа шығып жатырмыз. Болды, жарайды. Мә, алшы, сөйлесіп жылаған жоқ. Көтеріш, брат. Алло, Еркош, брат. Қалайсың? Жақсы. Брат, бір тема болып тұр. Жолғайықта. Бақош, ренжімеш, мен қазір братанмен жүрмін. Еркош, бір өтініш болып тұр. Иә? Бір 2000 теңге бере тұршы, өтініш. Бақош, короче, қазір қолым бос емес, кейін звондайыншы. Доспол Маратұлы, Иә? сізге Бағдат деген кісі келіп тұр. Кім? Данияр деген группаласыңыздың інісімін дейді. Иә. Кірсін. Аха, жарайды. Кіріңіз. Рұқсат па? Иә, кел. Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Кел отыр. Бауырым, есімің кім еді? Есімім Бағдат. Бірақ Бақош дей берсеңіз болады. Иә, бауырым. Айта бер. Өткенде волонтер болсаң пайда көп, береке кіреді деген сөздеріңізді естіп келген едім. Иә, тыныштық па? Сол тыныштық болмай тұр. Шынымды айтсам, барымнан айырылдым. Жанымда жүрген достарымның бәрі теріс айналып. Берекем қашты. Негізінде бауырым, берекең қашқан жоқ. Сен сол берекеңді қарттар үйіне өткізіп тастадың. Братан, анамды алып шыққанда қайда барам? Өзімнің жүрісім мынау. Әркімнің босағасын сығалап. Түсінем. Негізінде анаңа зәулім сарай соғып бер алмасаң да, ең бастысы қасында аман жүріп, жылы сөйлегендеріңнің өзі олар үшін бақыт. Айтқаның орында. Мен қателігімді дұрыстау үшін маған уақыт қажет. Осыдан бірнеше күн бұрын анаңды көрдім. Кішкене сырқаттанып қалыпты. Мейлі, сырқаты жазылар. Ал жүректегі сырқаты ше? Бауырым, анаңды тірі кезінде қадірлей білмесең, кейін қанша өкінгенмен пайда жоқ. Иә. Анама жасаған иттігімді қалайда өтеуім қажет. Өткенде елге көмектессеңіз, Құдай көмектеседі деген сөзіңіз бар еді ғой. Мүмкіндік болып жатса, сіздердің қастарыңызда волонтер болсам. Менің қасымда Дони бар ғой. Онда болмайды екен. Бірақ бір вариант бар. Қандай? Менде еріктілер үш команда. Қаласаң, мен сені үшінші еріктілер қатарына қосайын. Егер жақсы жұмыс жасап жатсаң, қосымша бір фирмаға кіргізуге болады. Болды. Сіз не істе десеңіз де, мен істеуге дайынмын. Келістік. Рахмет.
О, Досик бауырым, қалайсың? Жақсы досым. Өзің қалайсың? Зор ғой. Қалайсыз Данияр аға? Жақсы. Айтқандай Айнұр, Иә? сен берген продуктыны белгіленген үйлерге жеткізіп тастадық. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Әрқашан қолдан келгенше көмектесуге дайынбыз ғой. Айнұр, Ау? тізім бойынша жеткізесіңдер ғой? Иә, жақсы. Досым, жүр ішке кіріп сөйлесейік. Жүр. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Кел төрлет. Волонтер болған қалай екен? Енді мұқтаж жандарға көмектесіп жатып, олардың шын қуанғанын көрген кездегі әсер басқаша болады екен. Иә. Айғаным, бізге 2 кофе әкелші. Досик, айтқандай, Бақош келді ма саған? Иә, келді. Не істеп жүр екен ол? Бір досымның фирмасына кіргізген. Аха. Оқыпты, жұмысын атқарып жатыр. Солай ма? Қолы бос кезде волонтерлықпен айналысады. Рахмет саған. Өткенде волонтер деген не деп сұрап жүрең? Ең түсінген шығарсың не екен? Иә, түсіндім ғой. Дони, ақыр волонтерлықпен айналысып жүрсің ғой? Аха. Менде волонтерлар 3 команда. Соның біреуін сен басқар. Ол қалай болады екен? Сен нағыз лидер болатын жігітсің. Мынау саған сыйлық. Досик, бұл киім сізде көрген сыйым көп болды. Сенесің бе? Халықтың алғысын алғалы бері 100 теңге тапсам да берекелі болып жатыр. Қалай? О, енді нағыз волонтер болдың. Иә? Иә. Менің де саған деген сыйлығым бар. Қандай? Қане жігіттер? Сендер волонтер болсаңдар, біз еріктілерміз. Өз еркімізбен келген. Онда ертең болатын іс-шараға бірге атсалыссақ қалай қарайсыңдар? Болды, біз дайынбыз. Еріктілер дайын ба? Болды, братан. Сен айтсаң, любой сындырамыз ғой. Кімді сындырмақшысың? Қойсыңдар сондай әдеттеріңді. Әдет болып қапты, братан. Сынған затты түзетем деп айтқан келген ғой негізі. Қане еріктілер? Дайын ба? Еріктілер дайын. Күләш апай, сізді бас дәрігер шақырып жатыр. Жарайды. Жүріңіз. Рұқсат па екен? Күләш апай, кіріңіз. Отырыңыз. Жағдайыңыз қалай? Тәуірмін. Күләш апай, мен сізді құрметтеймін. Сіз біздің қарттар үйіндегі ең сыйлы, құрметті апайымыз десек артық емес. Рахмет. Бірақ бір жағдай болып тұр. Қандай жағдай? Сіздің бізде тұрып жатқаныңызға 2 жылдан асты ғой. Солай ма? Иә, 2 жыл 29 күн болды. Түсінікті. Күләш апай, жағдай былай ғой. Өкінішке орай, бүгіннен бастап сізді қарттар үйінен шығаруымыз керек. Мен қайда барам? Мен сізді түсінем. Бірақ сіз де бізді түсініңізші. Ең құрмаса 1-2 ай тұра тұрайын да. Балам Бақтыбайда жұмыс жасайды. Кішкене ақша жинап алайық. Жағдайыңызды жақсы түсінем. Бірақ сіз де түсініңізші. Кезекте тұрған қарттар өте көп. Оның үстіне сіздің балаңыз бар. Баласы бар адамға мұнда ұзақ жатуға болмайды. Біз барынша сізге көмектестік. Ойбай-ау.
Мен енді қайда барам? Ол жағын сіз уайымдамаңыз. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күніңізбен күләш апай, туған күніңізбен. Күләш апа, 65 жасқа толған туған күніңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет, Данияржан. Бақош келмеді ма? Бақош... Күләш апа, қазір көзіңізді байлауға тура келеді. Өйткені біздің сізге арналған тосын сыйымыз бар. Жарайды онда. Апа, келіңіз. Қолыңызды маған беріңіз. Бісміллә. Апа, енді көзіңізді шеше берсеңіз болады. Бүгіннен бастап, өзіңіздің баяғы қара шаңырағыңызда тұратын боласыз. Мінеки кілті. Бұл қалай? Бұны балаңыз өз еңбегімен тапты. Жүріңіз. Құлыным балам. Амансың ба, ботақаным. Кешіріңізші мені, ма. Жәннат, кешіріңізші мені. Жалғызым. Күләш апа, ендігі көзіңіздегі жас тек қуанышқа ғана шықсын. Әрқашан күлімдеп жүріңізші апа. Көп жасаңдар балалар. Рахмет сендерге көп-көп. Құлыным, сағындым ғой сені. Жүріңдер үйге кірейік. Жүріңдер. Кіріңдер. Дони, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Дони! Не істеп жүрсің мұнда? Волонтермыз ғой. Не ол волонтер деген? Мұқтаж жандарға көмектесеміз. Сен көшеген жігіт емес педің? Қашан жүреміз олай аға. Енді осылай, қолдан келгенше елге қызмет жасап жатырмыз. Түсінікті. Бара бер. Кешке хабарласам бәке. Жарайды. Дони! Қарызымды кештім. Сен бүгіннен бастап менің бауырымсың. Шын бақыт деген өзіңнің қуанышыңды айнадан көру емес. Өзгеге жақсылық жасап, соның қуанышын көрсең, одан асқан бақыт жоқ екен негізі. Иә. Бұндай бақытты ешқандай ақшаға сатып ала алмаймыз. Жалпы, волонтер дегенің осы.
ғой.